Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге баклажаннан жасалатын дәмді әрі сіңімді жаз уақытында көп жасап жейтін тамақтың түрімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, ұнаса лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Бізге 2 дана баклажан қажет болады. Мен баклажандардың қабықтарын осылай ала-ала етіп кесіп алдым. Енді осындай 4 бүріште етіп турайсыздар. Енді табамызға майымызды құйып, қызып тұрған майға баклажандарымыз салып қуырып аламыз. Бұл аралықта баклажандарымыз қуырылып жатқан кезде біз қызыл болгар мен пиязымыз және сарымсақтарды турайтын боламыз. Мен қызыл болгарды осылай турап алдым. Енді пияздарымызды тураймыз. Бұл жерде пияздың, сарымсақтың, қызанақтың турауларыңыз өздеріңіз қалауларыңыз бойынша үлкен әлде кіші етіп турасаңыздар болады. Енді сарымсақты тураймыз. Енді біз қызанақтың қабығын ашу үшін осылай қызанақтың үш жағынан 4 бөлікке тілімге тілеміз. Сосын үстінен қайнап тұрған суды құямыз. Bir 10 минуттай тұрғызып қойып, оның қабығын осылай оңай ашай аласыздар. Осылай қабығынан ажыратып, қызанағымызды үккіштен жақсылап өткізіп аламыз. Қызанақты үккіштен өткізген себебіміз бізге томаттың орнына қажет болады. Осылай ұсақ еткізіп, етімен бірге жақсылап езіп аламыз. Мінекей біздің томатымыз дайын. Енді қуырылып жатқан баклажанмен айналысатын боламыз. Баклажандарымызды қатты қуырып жібермеңіздер. Осындай шамада қуырсаңыздар болады. Енді қуырылған баклажандарымызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Сосын баклажаннан қалған майдың үстіне кішкене май құйып, пияз бен қызыл болгарымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Пияздарымыз күйіп кетпес үшін баяу отта осылай араластыра отырып қуырамыз. Осындай сарғыш халіне жеткен соң үстінен томатымызды, жаңа қызанақтан жасалған томатымызды құямыз. Оның үстінен сарымсағымызды саламыз. Сосын оның үстінен шай қасық тұзымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Өзімдегі болған дәмдеуіштерді қостым. Енді осының үстінен қуырылған баклажандарымызды саламыз. Ірімшігімізді алып, үккіштен өткізіп аламыз. Оны бөлек ыдысқа алып қоямыз. Енді өз қалауларыңыз бойынша жұмыртқаларды қоссаңыздар болады. Мен 3 жұмыртқа қостым. Осылай баклажанның үстіне жұмыртқамызды салып аламыз. Сосын оның үстінен тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды кішкенеден саламыз. Сосын ең үстінен, жұмыртқаның үстінен үккіштен өткізілген ірімшігімізді осылай сеуіп шығатын боламыз. Сосын қақпағын жауып, 9-10 минутқа қойып қоямыз. Баяу отта пісіретін боламыз. Мінекей біздің тамағымыз дайын. Иісі өте керемет болып шығып тұр. Өте дәмді әрі жұмсақ, сулы емес, балбырап пісті. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің табағымның диаметрі 28, сіздер кішілеу диаметрлік табада жасасаңыздар, тамақтың биіктігі біраз үлкендеу болады. Сол үшін өздеріңіздің табаларыңызға қарап жасайсыздар. Тағамның түрі жаз уақытында жегенге жеңіл әрі тез сіңімді болып келеді. Сол үшін жасап берсеңіздер болады. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Достар, егер видео сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментария қалдыра кетіңіздер. Менің келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.